ертеде Қаратаудың қойнауында кедей болса да, жүрегі бай бір отбасы өмір сүрді. Сол шаңырақта тағдыр елге қорған болатын ұлды дүниеге әкелді. Оның есімі Кендебай еді. Кендебай күн сайын емес сағат сайын өсіп, ерте есейді. Бала болса да бойында батырға тән күш пен рух бар еді. Ел оның өзгеше жаратылғанын сол кездің өзінде-ақ сезді. Бір күні Кендебай жыртқышқа жем болған биені көреді. Ол қорықпады, тайсалмады, ажалмен бетпе-бет келіп, өмірді арашалады. Сол сәттен бастап тағдыр оған серік сыйлады. Қарапайым құлын емес, бұл киелі, тылсым күшке ие жануар еді. Керқұла ат ер жетіп Кендебайдың қанатына айналды. Екеуінің жолы енді мәңгі ажырамайтын болды. Кендебай олжасын өзіне емес, еліне арнады. Жетімге жебеу, кедейге тірек болды. Сол үшін халық оны батыр деп таныды. Бір күні ол көз жасын тыя алмаған жетім баланы кездестірді. Баланың қайғысы, елдің қайғысы еді. Кендебай әділетсіздікке көз жұма қарамады. Түн тыныштығын тылсым аққулар бұзды. Сол сәтте алтын кебіс Кендебайдың қолына түсті. Бұл алда күтіп тұрған ауыр сынақтың белгісі еді. Кендебай көзін жұмып, Керқұлаға сеніп жолға шықты. От пен судан, қауіп пен қатерден өтті. Нағыз батыр осылай шыңдалады. Алдынан жеті басты дәу шықты. Бірақ Кендебайдың жүрегінде қорқыныш емес, намыс бар еді. Жеті бас, жеті соққымен жерге құлады. Ақырған арыстан да, айлакер жалмауыз да батырды тоқтата алмады. Шындық пен батылдық кез келген сиқырдан күшті. Жамандық түбі жеңілді. Кендебай әділетті орнатты. Тұтқындар бостандыққа шығып, көз жастың орнын қуаныш басты. Батыр уәдесінде тұрды. Кендебай еліне жеңіспен оралды. Елі тыныш, жұрты аман болды. Содан бері бұл мекен Керқұла атты Кендебай батырдың елі деп аталды.